Сәлем бердік, мен Магидолла Жұмаш, Сәтбаев университетінің киберқауіпсіздік кафедрасында оқып жатқан үшінші курс студенті боламын. Қазіргі бейнероликте трайхакинг сайтындағы мистер робот ZF бөлмесін қалай өтуге болатынын көрсетемін. Бөлменің өзінде қалай өтуге болатын видео бар, бірақ ол ағылшын тілінде. Сосын бұл жерде brute force қолданады, яғни деген пайдаланушы аты мен құпия сөзді бір-бірден тексеріп қарайды арнайы бағдарлама арқылы. Бірақ та мен деген басқа тәсілін көрсетемін. Біздің бөлмемізде екі тапсырма бар. Ол деген осы бөлмеге OpenVPN арқылы қосылу және де үш кілтті табу. Осы бөлмені өту үшін біз деген тапсырмаларды 5 кезеңге бөлеміз. Бірінші кезең ол бірінші тапсырмадағыдай OpenVPN арқылы қосып алу. Екінші тапсырмаға келетін болсақ, онда біз екінші сол тапсырмадағы кезеңде глобалсыр арқылы жасырын директорияларын табып, сосын барып табылған жасырын директорияларынан пайдаланушының аты және де құпия сөзді іздейміз. Соның тауып іздеп отқанда біз деген бірінші кілтті табуымыз мүмкін. Сосын екінші және үшінші кілтті табу үшін reverse shell жасаймыз. Ол үшін табылған пайдаланушы аты мен құпия сөздерді енгіземіз. Сосын reverse shell орындаған соң біз деген пайдаланушының txt файлын оқып аламыз. Солай екінші кілтті жабамыз тапсырып. Ал соңғы үшінші кілтті біз деген сол бесінші кезеңде орындаймыз. Ол жақта біз деген SUID арқылы root рұқсатын алып алып root txt оқи аламыз. Назарыңызға видеода болсын. Сол бірінші тапсырмаға келгенде оны түсіндірместен бұрын мен деген екінші тапсырмада машинаны бастай берейін. Сосын бізге мекен-жай бергенше мен деген айтып кетейін бірінші тапсырмада не істеу керектігімізді. Біз бірінші тапсырмада OpenVPN арқылы осы трайхакинг сайтында алған, осы трайхакинг сайтынан алатын осы сілтеме бойынша OpenVPN-ге арнайы конфигурациялық файлын көшіріп алуымыз керекпіз. Сосын оны қосуымыз керекпіз. Бізге ол үшін sudo арқылы OpenVPN-ді қосып барып, сол конфигурациялық файлын жолын көрсетеміз. Бізден құпия сөз сұрайды, енгіземіз. Мінекей. Бізде тоқтай қосылды. Біз оны осы сілтеме бойынша көре аламыз. Тек алдымен жаңартып алу керекпіз. Мінекей. Бізде байланыс бар. Енді осымен біз деген бірінші тапсырманы бітіре аламыз. Мен деген осы жауаптарын бірінші тапсырманы осы IP бойынша не бар екенін қарайық. Жоқ. Жайды онда nmap арқылы порттарын тексерейік. Бізге соны шығаратындай етіп берейік. Байқамаштар кеттім, кешірім сұраймын. Мен кешіріп жатырмын, біраз екім келіп тұр. Болып тұр, сондықтан біраз шатассам, кешірім сұраймын ал. Енді кілттерге кірсек. Мұнда жұмыс істейме? Тағы бір көрейік.
мінекей бізге кіріп жатыр. Бізде осындай анимация бар, көруіңізге болады. Нма бойынша бізге осындай нәтиже шықты, бір қызық ақпарат жоқ. Ендеше осы сайт бойынша бізге жасырын директория бар ма екенін қараймыз. Ол үшін GoBuster утилитасын қолданып, сол директориялар іздейтін айтамыз, және сөздік қоры ретінде интернеттен көшіріп алған алдын ала сөздік қорын қолданамын. Оған алдымен тағы да жолын көрсетуім керек. Шыдаспасам осы жақта болдық. Әдетте осындай тапсырма бойынша үлкен сөздік қорын қолданған жақсырақ, бірақ деген біздің тапсырмаға кішкентай да жарайды. Және де осы URL-ін енгіземіз. Екі тырнақша қойғанымыз мән берейік. Соның арқасында бізге мындай HTTP жазбай қоймаса болады. Сосын жылдам болу үшін біз иллюстранс жасайтынымызды айтамыз. Неге бізде директория шығып жатыр? wp-content wp-login. Бұл сайт WordPress арқылы жасалған секілді. Мұнда сайт-мап, сайттың картасы. Robots бар екен, мұнда роботсты тексерейік. Көргеніңіздей біз деген бірінші кілтті таптық, және де тағы да бір файл. Бірақ деген алдымен бірінші кілтті ашайық. Менде бір қате болып жатыр. Біріншісін ашып қойын мұнда. Көшіре алған жоқ дұрыс. Жоқ, ол жұмыс жасамай жатыр екен. Векет арқылы жасалған екен, тексерейін онда. Ол үшін осы бірінші кілтке толық жолын көрсету керекпіз. Бізде дұрыс шықпады, ендеше осы арқылы бәрібір осындай нәтиже шығып жатыр екен. Ендеше біз деген бірінші кілтті аша алмағанда, мен деген оны әзірше қалдыра тұрамын. Бір ой бар. Біз деген осы екінші және үшінші кілт алу үшін біз деген осыған кіруіміз керекпіз. Reverse shell арқылы кіріп, осы екінші және үшінші кілтті алуымыз керекпіз. Және соған кіргенде біз деген бірінші кілтті таба аламыз. Сондықтан бірінші кілтті осылай бос қалдыруға тура келеді. Әзірше тоқтатуға болатын шығар. Мұнда сол WordPress логин ашып көрейін мұнда. Бізге мұнда пайдаланушының аты және де құпиясыз жазу. Мен деген жай ғана тексеріп жатырмын. Жоқ. Мұнда жазылып тұрған, мына жерде көрсеңіздер, мұнда айтып жатыр, біздің пайдаланушы атымыз дұрыс емес деген. Біз деген осы хабарламаны фильтр ретінде алып, Hydra немесе FFF бағдарламасы арқылы брутфорс жасауға болады. Алдын ала интернеттегі қорларды пайдаланып. Не болмаса, осы бізден роботты тексерді бірінші файл арқылы қолдануға да болады.
бізге арнайы беруі де мүмкін. Ендеше осы жастардың директориясына көшіп, қалай құпиясыз бен пайдаланушының атын алуға болатынын айтайын. Осының бәрін бір-бірлеп қарауыңызға болады әрине, бірақ мен қарап өзім көрген болатынмын. Сол гидра және де фф метеоағашында дұрыс жасаған жоқ. Сосын сол уақытта мен осы жастардың директорияларын бірлеп қарап жатқам. Сосын осыны таптым. Қазір ашам. Мінекей. Егер деген біз осы кодтың қалай болғанын қарастыратын болсақ, біз деген бұл сөз жалғыз емес екенін көруімізге болады. Астында құпия сөз бар, хэштелген құпия сөз. Бұл хэштің соңғы символы тең болғандықтан тең символы. Бұл хэш base 64 арқылы шифрланған болуы мүмкін. Және де сол base 64 арқылы декодтаймыз. Мінекей, осылай біз пайдаланушының аты және де құпия сөзді ала алдық. Ендеше осы енгізіп кірейік. Неге? Біз деген толықтай кіре алдық, енді біз reverse shell жасаймыз. Ол үшін арнайы revshell.com сайты арқылы, сол сайттан алынған код арқылы біз reverse shell жасайтын боламыз. PHP Pondance Monkey қолданамыз. Бұл жақта біз өзіміздің IP мекен-жайымызды жасауымыз керек. Осы трайхакпен бізге берген. Сіздер оларды осы бірінші тапсырмадағы access сілтемесіне кіріп алуларыңызға болады. Не болмаса ifconfig арқылы 2.0-ден алуымызға болады. Неге бірдей, мұнда IP мекен-жай. Сонымен келгенде біз деген Pondance осы IP-мізді енгізіп, кодын алып, сосын осыған енгізуіміз керек. Мысалға, осы жол бойынша біз осындай шаблон десек, шаблонға кіреміз. Және де мысалға 404-ші шаблонына осы біздің reverse shell'ымызды енгізе аламыз. Енді егер біз осы theme editor PHP-дің орнына 404 PHP жасайтын болсақ, онда осы reverse code орын алады. Бірақ алдымен біз netcat'ты қосуымыз керекпіз. Менде сол netcat'тың shell'ы, яғни нәтижесі ыңғайлырақ болу үшін деген wrap бағдарламасын қолданамын. Және де мұнда 404-ші PHP-ге қосып, біз деген жерге кіре алдық. Біз деген кім екенімізді қарау үшін Huamai командасын енгізейік. Diamond. Ендеше home директориясына кіріп, сол жақта қандай пайдаланушы бар екенін қарасақ, мұнда робот пайдаланушысы бар екен. Оның ішінде бізде екінші кілт және де құпия сөз MD5 ретінде хэштелген секілді ол. Біз сол файл екінші кілтті ашып көрсек, бізге рұқсат бермейді, өйткені біз қазір көрсетемін. Өйткені бізде оған рұқсат жоқ, көріп тұрғаныңызда екінші кілтке. Ендеше осы құпия сөз ашып көрейік ал.
мінекей біз көргеніміздей бұл формат пайдаланушы аты және құпия сөз екі нүкте арқылы бөлінген. Осы құпия сөзді хэштау үшін Crackstation сайтының көмегімен пайдаланамыз. Және де біздің нәтижеміз ағылшын алфавиті А-дан Z-ға дейін. Ендеше пайдаланушыға роботқа ауыстырайық сол арқылы. Бізге алдымен ауыстыру керек, сосын бір құпия сөз сұрап енгіземіз алынған құпия сөзімізді. Ендеше біз қоғам арқылы кім екенімізді біліп алайық, робот. Енді екінші кілтті ашайық. Біз екінші кілтті ала алдық. Мен бана айтып кеткен болатынмын, бірінші кілтті осы екінші және үшінші кілт алғанда ала аламыз. Бірақ та мен сосын айтып кетермін, ол жағын біраз қалдыра тұрайын. Қазір үшінші кілтке кірісейік. Ол деген бізде енді root директориясында болу мүмкін. Сол root директориясында бірақ деген бізде рұқсат жоқ. Рұқсатты алу үшін біз деген біраз атын ұмытып қалып тұрмын, әрине. Бірақ деген мен монтажда осы атын қоярмын да. Кешірім сұраймын. Есіме түспей отқанына біраз ұйқым келіп тұр. Сол кейбір бағдарламалар жұмыс жасау үшін өздеріне рұқсатын сұрайды. Және де пайдаланушыға бір бағдарлама үшін root бермейді ешкім. Сол үшін оған осы бағдарламаны орындау үшін root правын тек осы бағдарламаны орындауға береді. Және де сол бағдарлама арқылы біз деген өзімізге root рұқсатын алып аламыз. Ол үшін бізге арнайы файлдар іздеуіміз керекпіз. Мен деген сол файлды барлық жерден файл және рұқсаты 4000 және де барлық қателерін жояды. Яғни бізге қате бір шығып кетсе, онда бізге шығармай, ол жай ғана жойып кетеді. Мен деген пока есіме тұра алмай жатырмын. Онда бірінші кілтті іздеп көрейін. Сосын үшінші кілтке find командасын жазам. Және бұл жақта бізге атын білгендіктен жай ғана name, сосын сол атын жазып кетейік. Ал бұл естішінде болса robots.txt дейді. Неге? Жоқ, бізге бәрібір бізге рұқсат жоқ болғандықтан бізге тоқтай шығармай жатыр. Яғни бізге қазір root алып алуымыз керекпіз. Онда алдымен үшінші кілтті алып алайық.
Мен қазір біраз тестір алайыншы. Жалғастырып кетейін мен деген команда есіме түсті. Осы символдан кеткен екенмін. Неге көріп тұрғаныңыздай, және де мен деген бізге керек бағдарламаны көріп тұрмын, және ол Nmap. Nmap арқылы қалай рутты алу үшін қандай команда енгізу керектігін білу үшін біз деген арнайы сайтты қолданамыз. Жөнінде Nmap неге? Көріп тұрғаныңыздай, бізге керек команда. Бір айтып кетейін, осы команда мен деген неге екенін білмеймін, бірақ ол деген ескі версия секілді, ал бізде болса жаңа версия болып тұрған секілді. Бұл біздің Nmap'тың версиясына келмей жатыр. Сонда біз көретін болсақ, онда бізге шықпайды. Бірақ та егер деген біз бинді алатын болсақ, және де леппелік жасасақ, онда біз root арқылы кіре аламыз. Және оны тексеру үшін қомай жазып, неге біз root арқылы кірдік. Ендіше root директориясына кіріп, үшінші кілтті аламыз. Ой. Кеттім. Екінші және үшінші кілт табылды. Енді бірінші кілт үшін банағы жазған find командасын қосайық. Мінекей. Find барлық директориядан тексеріп, аты ретінде осы бірінші кілт. Мінекей. Біз деген таптық. Енді деген осы толық жолын көшіріп алып, cut арқылы оқимыз. Мінекей. Біз осылайша бірінші кілтті әрендегенде табылдық. Және де осылай арқылы банағы роботтағы бірінші файлды алуға болады. Тіпті көшіруге де болады деп ойлап отырмын. Көрерсіздер. Мінекей, осымен Mr. Robot бөлмесі аяқталды. Қарағандарыңызға рахмет. Осы видеоны қолдап, лайк басып, бір ойларыңызды жазуға болады. Осымен сіздермен қоштасамын. Көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.